Ойын шарты екі қатысушы қойылған сұрақтарға қысқа уақытта тез жауап беру керек. Жауаптары сәйкес келсе коннект. Қателессе жаза. Егер екеуі де қателессе жазаны теңдей алады. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта әзіл әлемінің актері және әйелімен қалжыңдасудан рекордсмен десек те болады Қанат Әлжаппаров және Нұргүл ханым. Қанат мырза, енді қателеспесем, Нұргүлдің бұл дебюті, иә? Бұрын түсірді ғой, неде әзіл әлемінің концерті болатқан кезде залдан түсірді десең. Бірінші осылай екеуміз отырғанбыз. Қанат мырзаның әзілдеріне ренжіген кездеріңіз болды ма? Жоқ. Көрінбейді екен. Жалпы сіздер танысқан кездеріңізде қалай таныстыңыздар? Қалжыңмен бастап таныстыңыздар ма? Әзілмен? Иә, қалжыңмен. Студент кезімізде таныстық қой, студент болып жүрген кезде Қызылорда қаласында таныстық. Біздің колледждің жанында бір күшті бір кафе бар еді. Сол кафенің жанында, ішінде, кафенің ішінде сол кезде кафеге баратымыз, қазіргідей. Ол кезде Қанат КВН енді жұлдыз жанып жүрген уақыт қой. Құнанбай атамыздың баласы Абай Құнанбайдың тақпағы. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіштің бағасы 50 теңге. Қызыл костюм шалбар киіп аламыз, өзіміз маған өзі сондай көңілді жүрген адамдар ұнайтын. Бүкіл Қызылордадан көңіл жүрген адамдар. Осы Қанатты көрдім да, сонымен Қызылордадан бүкіл көңіл жүрген адамдар. Пақалеп бәрі. Ол кезде деген КВН-ді телевизордан көрсетпейді, дискіден сатып алып, дискіден көретін қой. 3 айда бір келеді ол дискі Қызылордаға. Сол дискіні сатып алып көрдік. Түркістаннан келеді? Иә, Түркістаннан келеді. Сіңіліміз екеуміз көріп отырық, екеуміз ақ үйде. Сөйтіп. Соны не айтмайын, мен білмейді екен. Айтып берейін бе? Сосын қарап отырдық енді. Қызылорда командасы күшті ойнайды екен деп екеуміз бір-бірімізге айтып отырық. Күшті ойнайды екен, ана қара балаға тиіп алмасам деген шығар. Сіңілсің. Не айтады? Сіңілім айтады да. Мына қап-қара бала әдем ойнайды екен, бірақ той онша емес екен деп. Сіңілім прикол ұстады маған. Осы балаға сен үйленіп кетсең ба деп ше. Құршай бар деп. Сол кезде песте ойнайын сіңілің мынандай бір екеуін бер жіберіңдерші. Сіңіліңе апарып байлайын десең. Қойқышын қақта айтайын мен ұятпадым. Сөйтіп. Сол кезде мен әлі Қанатты көрмеген былай. Тек дискіден көріп жүрдім. Сөйтіп жүргенде, кафеде жүргенде Қанат кіріп келді да. Мен қуанып кеттім енді. Түр онша емес күшті дейді бала келді. Қуанып кеткен ғой. Сосын содан кейін сондай әңгімелерінен кейін ғой сахнаға шығып ше, бұның страшно бұндай политик, да? Негізі мен Қанатқа үйленбеген күнде де мен фанаты болып жүре бердім бұның. Жақсы үйленгендеріңізге қанша жыл болды? 11 жылдай болды. Жақсы, енді алғашқы сұрағымды қояйын. Қанат мырза, сізге әйеліңізге соңғы рет қашан және қандай сыйлық сыйладыңыз? Ол есен кетпейтін сыйлық болды ғой. 31 желтоқсан күні сыйладым сыйлық бұл кісіге. Қай жылы? Ойбай, 31 желтоқсан биыл. Биыл? Осыдан бүгін нешесі? 101 роза. 101 роза апарғам. Не дейді? Сондай бір 101 өмірімде бір гүл беріп көрмеген ғой, бір Новый годта гүл берейінші деп. 101 роза алдым, 72 000 теңгеге алдым ба? Ойбай. Жүрегім ауырадан ақша көз алдымнан өтіп кетсе дейді. Жоқ, жақсы сыйлықтар жасап тұрам ғой, мысалы. Итік алып бердім, мен өкін деп кәдімгі әңгіме айтады. Әйеліңіздің анасын мама дейсіз бе, жоқ апа дейсіз бе? Нұргүлдің мамасын ба? Енеңізді, иә. Шынымды айтты. Апа деймін ғой енді, негізді бұлай енді... Мама деп әлі айтқан емес. Қалайсыздар деймін, көбінен дейсіз. Не ғой? Апа, я, мама. Қалайсыздар дейсіз ба? Апа деп те айтпайды вообще-то, ештеңе айтпайды. Осы жерде ұру керек болып тұр ау деймін. Тоғыз. Жоқ ой, ол өзің мамалайсың ба? Банкте кімнің кредиті бар?
Аман қалдым-ау, аман қалдым-ау. Кім көп қыдырады? Не дейді, бәрі бір дейма деп қалдым ғой. Кім телефон тексереді? Кім ең соңғы рет сыйлық сыйлады? Бұл кісі маған подаркасы. Кім тез ренжиді? Неге? Таяқ көтеремейді десең. Кім бірінші кешірім сұрайды? Дым қызы есі. Өйткені өзі кінәлі ғой. Кім тез ашуланады? Тоққа түсетін болды ғой. Коннект! Жақсы ары қарай кеттік. Кім көп ұйықтайды? Сіз соған рұқсат бересіз бе? Сол ұйықтап жатқаны тыныш маған ше. Бір оқиға айтып берсем болады ма? Айтып беріңіз. Бір көршіміз келеді да, есік тұрады азанда. Сағат 9-ның 10-ның кезінде. Мен ұйықтап жатырмын. Қанат ашады, сосын Нұргүл тәте қашан тұрады деп сұрайды ғой, сөйтсе бүгін емес ертең тұрады жай ол дейді. Сосын күліп оянып кеттім ананы естіп. Мен ғана ұйықтамайын ғой де. Сосын бір не бар, ит. Итке ойлайтын біз бе? Үйде жалпы бастық кім? Ойған екен ғой деп ойлаймын мен, Нұреке. Рас қой енді. Кімнің қарызы көп? Білмеймін. Нұргүлдің қарызы көп шығар. Банкте кредит бар ғой айтты ғой. Неге айтасыз, болмайды. Әй, маған ұрып жатыр. Ойнап сиятқан ғой. Мінеки, армандаған мақсатыма жеттім. Қаншайым енді риза болады. Батыр, бұл не істегенің? Қаншайым, сен өзің айттың ғой, хэппилайн алып берші деп. Не енді алып бердің? Енді осы үшін бәрін осылай қыру керексің ба? Сайтқа кіресің, оған тапсырыс бересің. Болды, бар жоғы сол. Үйіне дейін жеткізіп береді. Братан, солай істесаман ба? Енді мұнаны не істейміз? Енді бұл түмейді осы жігіттерге береміз. Денсаулықтарын жақсартады. Ал мен өзім интернет арқылы тапсырыс бердім. Ал жақсы, енді келесі сұрақ, бір-біріңізді қаншалықты жақсы танисыздар деген сұрақтар. Пайдаланбаймыз, иә? Пайдаланамыз. Алғашқы сұрақ, Қанат, сізге қойылады. Кеттік па, дайынсыз ба электрошокқа түсуге? Көрек енді барынша Нұргүлден қалай танитын. Енді бұша қатты ояғасын ба, танып өтімсің. Кеттік. Әйеліңіз телефонмен жиі сөйлесетін 3 адамды айтыңыз. Жиі сөйлесетін? 3 адам. Негізімен жиі сөйлесетін. Бір телефонмен сөйлесесің. Қанатқа қойылып жатыр. Бұның жиі сөйлесетін адамы Дина, подружкасы, баласы. Айда, Индира үшеу болып сол, иә, жиі сөйлеседі. Енем бар ғой. Сол. Ең маңызды адамды. Енесі бар, иә. Тоққа түскенейім. Әңгіме болсын, енесі бар десің. Ең маңызды адамды айтпай кеттіңіз. Енді кеттік ары қарай. Нұргүлдің мамандығы қандай? Нұргүлдің мамандығы бастауыш пән мұғалімі, екіншісі жергілікті Мемлекеттік жергілікті ГМУ.
Дұрыс қой, иә? Дұрыс қой, оған бола тоққа шықпаса ұят та. Нұргүлдің басынан өткен ең күлкілі оқиғасы, ең қызықты. Нұргүлдің ба? Басынан не өтті десе, Нұргүлдің басынан бір өткен қызықты оқиғасы. Нұргүлдің басынан не өтті десе, басынан бар деген өтті ма? Қандай бар екен, е? Күлкілі сізге айтып келген, жиі еске алып күлетін. Тіпті осының әзілдерінде күле алмайды екен, мен тек әне ұрма. Так, Нұргүлдің басынан өткен қызықты оқиғалар. Сол есімде жоқ тұр. Сол Нұргүлдің басынан қызықты оқиғалар есімде жоқ негізі. Онда бұл жерінен жақсы білмеді екенсің. Қызықты бірдеңе істеп жүрмейсің ба? Ары қарай кеттік. Нұргүлдің бала кезіндегі және қазіргі арманы. Нұргүлдің бала кезіндегі арманы деген кезде қызықты оқиғасы есіме түсіп кетті ғой. Бала кезінде өзі айтып берген. Ал айтыңыз. Көрші ата болған ғой. Сол бұзау ғой, баспақ болайын деп тұрған бұзау шығып кеткен. Қызым ананы ұстап берші, айдап әкеліп берші деген ғой. Бұл ақ көңіл деп барғанда арқаны бар бұзау ғой, соны алып беліне байлап алған ғой. Сосын атын шеңгелдің арасында біраз сүйреткен ана бұзау үріп. Бағана бір тоқ қарсың. Соны сол кезде айтып берген кезде басында бұл есі дұрыс емес екен деп қалдым. Кімді алғанмын деп. Кейін бір-екі бұзау сөйтіп айдап әкеліп жатқаннан кейін ақ көңіл екен ғой деп қалдым десек. Сол, жаңа қалай еді? Арманы. Бұл кісінің өте арманы көп адам. Бала кезіндегі арманы. Бала кезіндегі арманы... Бұның бала кезінде арманы сол үлкендерге көмек беріп бұзау тасып дейсің да. Ойнап айтамын. Бала кезін білмедіңіз, енді қазіргі арманы. Қазіргі арманы сол қанекең сол үйден шықпаса, былай қасында жүре берсе деген, түнде 12-ден келсе деген армандар бар есінде. Не арман бар сенде жаным, айтшы. Арманым көп деп жаңа айттың ғой, жауап берсе. Мен саған арманымды айтпаймын ғой ше. Арманын айтпайды бұл. Өзімен өзі армандап жүре береді. Не деген күшті әйеліңіз. Бүйтіп қараймын да, армандап тұрген ғой деймін да. Өзі сұрайтын шығар деп жүрмін ғой. Қазір мүмкіндігіңіз бар. Арманның бәрін орындалып жатыр ғой, арманның бәрін орындалды ғой. Бұның арманымен тоққа түсірген. Қазіргі арманыңыз қандай? Бала кезіндегі арманым дәрігер болу тұғын. Қазір енді арманым қалды. Қазіргі арманыңыз? Қазір ондай арманым жоқ. Может, блогер болу? Бұның Инстаграм парақшасында 200 ба? 200 парақшасы бар ғой. Паролін ұмыт қала берді. Бұның арманы паролін ұмытпау десең. Тоққа түтчерімді. Пароліңізді маған айтып қойыңыз. Өзімді ұмыт қала беремін. Ары қарай кеттік. Енді арманын білген жоқсыз, тоққа түстіңіз ол үшін. Енді Нұргүл неден қорқады? Бұғатын іштейден қорқайды. Нұргүл неден қорқасың сен? Нұргүл енді сол енді айтып отыр. Білмеймін енді айтып отыр. Бағана айттың ғой өзің. Бұрын жаңа сол самолеттен қорқады деп айттым. Бағана самолеттен қорқады. Содан бұзаудан фобия бар деген. Ұшақтан қорқасыз ба? Нұргүлге соңғы рет не деп уәде бердіңіз? Қандай уәдеңіз болды? Енді ішпейін деп. Сол ма? Рас па?
Орындап жатыр ма? Айтпағанда. Қой, мынаны алып тастайсам да. Тұра берсін, не алады? Нұргүлдің ең сүйіп тыңдайтын әншісі кім? Тоқат сөге дайымын. Кім? Бақытшыдаева. Бақытшыдаеваны тыңдайды екен. Бақытшыдаева. Қанат Мырза енді. Бақытшыдаеваны. Ойбай, ол кісі. Ұмытып кетті ғой дейсіз ғой, ол кісі шықпай қойды ғой. Бала кезімдегі ең жақсы көретін әнші. Енді 100% білмейді екенсіз, Нұргүлді. 100% білмейді екенсіз. Мені білмейді екен, я? Енді әйеліңіз... Ғалым, ашылмаған ғылым ғой. Бұл да мені білмейді шығар, көрейік. Біздің қатты араласпаймыз олай десең, е? Дай бейт, арман білетінде араласпаймыз десең. Енді Нұргүл ханымнан сұрайық. Нұргүл бәрін білетін сияқты. Ел адам ғой енді. Бірінші сұрақ, Қанаттың ең алғашқы машинасы, маркасы және гос номері? Маркасы Audi. Audi. S4. Маркасы Маркасы S4. Номері 033. 033. Шатастырып отырсың сен ше, дұрыстап жауап берейін жатыр ем. Тоққа түсін деп отыр. Жоқ, Сіз айтпаңыз. Вообще сен айтпашы, өзім жауап берейін. Менде машинада жоқ. Машина алдым. Қанаттың ұялы телефонының коды қандай? Коды жоқ қой, мынандай. Сол мынандай несі қандай? L ма? Білмейсің ғой сен? L. L ма? L ғой. L емес па? Ауысырып ұстадым десең. Тоққа тартқызың мені. Ауыстырып ұстаған шығар, ауыстырып ұстадыңыз ба? Ауыстырып тағанда сол L деген, сен андай деп тұрсың ба, әлде нандай ма, нандай. Қандай L айтып отырсың? Ағылшынша. Ондай емес қазір. Ю болып кетті ол. Білмейме, онша бұның телефонын ұстамайды негізі. Ұстамайды, сындырбаса ол. Тексермес па? Тексермес па? Қызық емес па? Қызық енді, бірақ құрбысқа ренжіп қалам деп Қанаттың 11-ші сыныптағы парталасының аты кім? Мен кіммен отырмын? Мен бір класты жалғыз оқыдым десең. Жалғас. Ай! Жалғас деп айтып жатырмын ғой. Жалғас па? Жалғас, я. Тоғын қайтып оқым. Ары қарай кетейік. Қанаттың ең қатты ұнайтын қасиеті? Қанаттың ба? Қарапайымдылығы. Әзілдер ұнай ма? Әрине. Әзілдер ұнаған соң үйлендім ғой десең. Мен сонда бір қасиетімді білмейсің ба, андай? Қасиеті көп, бұл кісінің өте жақсы адам. Мен адам бала қараймын. Бала ем дейін, түшкірем дейін. Барлық жақсы қасиеттер осы кісіден табылады. Жоқ, енді көп қой ол қасиеттер, бірақ ең мынау маған. Мына қасиеті бар да. Адал деп айта алмаймын. Өтірік көп айтады. Сол жері ғана жаман. Сенші бәрін айтып қой, андай деп айт, үйде бүйтіп жүреді, бәрін айтып бұнда. Кім тыңдандар? Шақырана кім бөлмеде. Өте ашық, ақ көңіл. Көп айта берсең, тек өтірік айтатындар шамалы болды сол. Қазір келем деп, е? Сөйтіп айтса, андай өтірік. Жоқ, енді қазір келем деп, я сондай бар ғой. Қанаттың қатты қуанған сәті? Сол балалы болғанда шығар деп ойлаймын. Солай ма? Балалы болғанда қатты қуанып. Қызымды, 4-ші қызымды туғанда қатты қуанып кетіп, кәдімгідей әкелік мейіріммен қарап тұрған өзім көрдім да. Ана 3 бала да ол кезде болған жоқ. Үшеуі менің балам істесің, е? Ана кішкентай қыз біраз енді ол кезде гастрольде жүріп, басқа қалаларда жүргеннен кейін бола алмай қалды ғой. 4-ші қызыңызды неше 4-ші жасыңызда? қызда кәдімгідей роддомға кіріп келіп. Ана мен балаға кіріп. Иә.
прямо жан жағыма қарап жүрген. Нешеде едіңіз? Жасыңыз нешеде? Үстін жат десең. Үште қызымыз қазір. Жоқ, сіздің жасыңыз нешеде еді кезде? мен 30 жасымда босандым ғой, төртінші баламды. Ол 32-де. Әпәйдік келдім ғой. Әкелік мейірім сол кезде оянды да. Оған дейін бала сияқты Оған шықпаған десе балдарынан. Сізді көп 100% білет десек те болады, Нұргүл? Жарайсыз, Нұргүл. Келесі сұрақтар кімнің IQ-і жоғары? Биыл Нұрсұлтан қаласының неше жылдығы атап өтіледі? 22 жылдық атылады шығар. Біле отырмын, бірақ айтпай отырмын. Тоқатсын кеп отыр ма? Ары қарай. Қазақстанда жыраудың атымен аталған облыс. Ненің? Жырау. Облыс? Облыс, иә, Қазақстанда жыраудың атымен. Қап, жыршы. Иә, жыршы. Күйші. Облыс. Қазақстан облысы. Қазақстан облысы. Күйші. Бұндай кез 5 секунд аз болады ғой. Жыршы. Құрманғазы. Ну, еще... Дана Нұрпейіс. Кетші. Ойбай, ол күйші екен ғой. Жыршының аты. Жамбыл? Жамбыл облыс. Жарайды, енді ары қарай үшінші сұрақ. Нұрсұлтан қаласы қай облысқа жатады? Ақмола облысы. Сіздің вариант? Шығыс деп тұр ғой. Ақмола қайға жатады білмейді. Қай облысқа жатады? Ақмолаға? Ұзақ ойландыңыз ғой. Ақмола қай облысқа жатады Мен қорқып отырмын неден. Қорықпай жауап бере берсей? Кофенің отаны қай? Кофе? Кофе. Африка? Ой, кофенің отаны Африка ма не? Енді не? Сіздің вариант қандай? Қандай? Африка ғой? Қазақстан әлем бойынша жер көлемі нешінші орында? 9. 9. Айтып үлгіремін, айтып қойсайшы, ұрып жатыр ғой. Айқайлау ғой, еуіп отырмын. Келесі сұрақ, Қызылорда қаласының бұрынғы атаулары. Порт Пирос. Ақмешіт. Ақмешіт. Қызылорда. Қызылорда елен келетін бар еді аға. Порт Пирос бар, Ақмешіт бар. Қызылорда. Дұрыс. Порт Пирос білмейді. Қорқыт бар, е? Өзін. Қорт, жоқ, қорт, ата ол. Мавзолей емес. Сен қалай мұғайын болған деп жүрсің? Сол таң қалам. Қорт облысы ма? Қорқып отқаннан кейін қорқыт дейсің. Қорт облысы деген болса, е? Келесі сұрақ, Қан мен тер романының авторы. Қан мен тер роман. Ойлануға уақыт берейік. Ілияс Есенберлин. Сіздің вариант? Қан мен тер автор романы. Ойбай. Сіздің вариант? Татлас ойшы. Орай берші алам. Кім? Әбдіжәміл Нұрпейісов. Әбдіжәміл Нұрпейісов. Аралдықтар жайлы ғой, мен қалай ұмытып қалдым. Әбдіжәміл. Топ ма әсер етіп отыр, қызарып кеттім мен уже. Арнайы сіздерге арналған сұрақтар болады. Менің атым Қожа кітабының авторы. Етсіздіңдер ме? Әкеле бер, бәрін әкел. Бердібек Соқпақбаев. Сіздің вариант? Ойланыңыз. Мексиканың астанасы. Мексиканың астанасы. Аты айтып тұр өзінің. Мексика? Мехико. Мексико. Мехико мұсында. Қанат Мұрса, дұрыс айттыңыз? Мен айтқан дұрыс айтқан бір тоққа түсіп үйреніп қалдық. Пейт жазыңызшы. Мехико. Мексика үшін. Екінші сұрақ, ауа қабатын не деп атаймыз? Ауа қабатын. Атмосфера. Дұрыс. Үшінші сұрақ, судың формуласы.
Ашеко. Ашеко. Айттым ғой. 4-ші сұрақ, Абылай ханның атының тісі қанша? Түсінбедім. Абылай ханның аты? Кәдімгі ұбт-да қойылған сұрақтар ғой, иә? Иә. Абылай ханның аты бар ғой, жылқысы, соның тісі қанша? Тісі? Иә. 42 бол, 42. Сіздің вариант. Білмеймін. Любой цифр айта беріңіз. Абылай хан енді тісін бүйтіп санап, тісі 33 тісі бар. Кім тарихшы? Жазып қой демеген шығар. Сіз жақындадыңыз, сол 33, ар жақ бер жағы. 34. 37 болу керек. Білмеймін, мен өзім алғым керек емес. Менше дұрыс таппай қалсам, маған ұрудың қажеті жоқ, екен жаңа біліп отқан кезде ұрып жібердіңдер ғой. Бір-ақ рет па? Негізі дұрыс айттыңыз, 37, 36. 36, 37. Біреу құрттаған, оны есептей бермейік көбіне. Жылқы атасы. Зеңгі бар. Қойбай сертіктен Жылқы Өз 4 ата бар. Ойсыл қара түйеңкі. Қалай? Қамбар ата. Қамбар атамыз. Менікі ма? Иә. Сен қамбар ата өткенде мен сұрағамда жылқының атасымын ғой деген десең. Қамбар деймін. Бір күні ойсыл ата, қамбар ата бар, 4 шай ішіп отқан ғой деп әңгіме өтсең де мал жайып. Ой, мамочки. Кеттік, келесі сұрақ. Қасым Жомарт Тоқаевтың жасы нешеде? 77-те ше. Тоқ берді маған. Ол жетпей Мама! 62, 61-лерде ше? 62. Мен қанша? 62? Жақындағандарға ормандар, я. Кішкене жақындасаңызшы енді. 60-та ше. 65. Бірінші айтқаннан 10-ды алып тастасаңыз қанша болады? 67. 11 деймін. Математика. 11 деймін. 66-та сондай да ма? 66. Дұрыс. Дұрыс дейді. Дұрыс. Дұрыс деп отыр ма? Тоққа түсіп болғаннан кейін дұрыс, тоққа түсіндер десей. Ойбай, менде уже температура көтерілді. Келесі сұрақ, Шоқанның әжесінің есімі. Тоқтадаймын. Айта берсеңші варианттар көп қой. Вариант жоқ. Білмеймін, танымадым. Орда қойшы. Басын тұрып алдым ғой. Шоқанның әжесін қайдан білейік? Өз әжемізде ұмытып жүргенде. Айғаным. Айғаным. Иә. Келесі сұрақ, дайынсыздар ма? Назарбаевтың жасы нешеде? 85-те. Нұргүл бар ғой, ұрып жатыр молодец. 81. Қанша? Не yapsın? Боксын қартайтып жібердің. Енді примерно айтып отырмын. 79. Ең соңғы сұрақ. Алтын Орданың астанасы. Алтын Орданың астанасы Түркістан. Енді айтшал, не ал? Өзім сол санақ ба бірдеңін айтым деп тұрған деген шез. Осымен біздің сұрақтар аяқталды. Рахмет сіздерге. Қанат, Нұргүл, уақыттарыңызды бөліп, бір-біріңізді қаншалықты танитындарыңыз, бір-біріңізге сыйластықтарыңыз, сенімділіктеріңізді дәлелдедіңіздер дейсің. Ой, спасибо. Өте керемет отбасы. Енді Нұргүл ханымға алғашқы эфирі болғандықтан біздің шағын сыйлығымыз бар. Соны тапсырсам. Шағын сыйлығыңыз бар, екеуін екі жаққа қойып, парда тоққа түсірсең. Бұл енді Астана қаласынан арнайы құлпынай сізге жасатқан болатынбыз. Тапсырыспен қабыл алыңыз. Сізге де рахмет. Олай құтты болсын. Іске көрейші қалатын еш жатшы. Ауыр.